Ағымдағы жылдың 26 тамызында республика көлемінде бастау алған «Назар аударыңыз балалар жедел профилактикалық іс-шарасы» аясында Маңғыстау облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастамасымен 28 тамыз күні Тетис-Блу тематикалық паркінің аумағында балалардың жол көлік жарақатының алдын алуға бағытталған шара өткізілді. Шараға белсенді қатысқан Ақтау қаласының нөмірі 8 жалпы білім беру мектебінің қозғалыстың жас инспекторлары балаларға жол қозғалысы ережесін түсінікті тілде жеткізу мақсатында көрініс көрсетіп, өз өнерлерімен көрермендерді тамсандырды. Сондай-ақ кішкентай көрермендер арасынан эстафета, жол белгісінен пазл жинау секілді конкурстар өткізіліп, жеңімпаздар дипломдар мен естелік сыйлықтармен марапатталды. Шара соңында кішкентай қатысушылар флешмоб билеп, баршаға керемет көңіл күй сыйлады.